Ең бастысы бейбітшілік керек деп ойлаймын меніңше. Қонаққа деп қыздар шақырған ғой, оказалось, что менің жолдасым үй екен. Айтады ғой, бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деп. Бірімізді көріп сразу ғашық болып қалыптымыз. Махаббат болса, өмірде барлық қиыншылықтар жеңуге болады. Шүкір, біздің отбасымыз негізі андай көп ұлтты. Қырғызда бар, ұйғыр бар, дүнген бар. Махаббат деген қане десе ең бірінші ол сабыр сақтау. Ең бірінші сабырдан басталады. Біздің жұмысымыз сол қайырымдылық ол бір-бірімізге көмек беру. Қазір біздің бақытымызда өте көп мұқтаждар. Шын айтсам, біз де мұқтажбыз. Сол еліне арқасына дұға алсақ, сол дұғаға біз мұқтаж болып отырмыз да өзіміз. Любой адамның қандай бір жағдай болатын болса, көмек беру керек. Ол мысалы парыз емес, бірақ ол адам жүрегінің ниетіне байланысты ғой. Олар осы жылда осы Тараз қаласы Аван облысы бойынша 14-ші рет сол үйдің қоныс тойына келіп отырмыз. Одан да көп отбасыларға жәрдем береміз деп үміттенеміз енді. Большое спасибо Саламет за то, что они дарят. Это очень большое счастье, когда человек обретает крышу над головой и знаешь то, что тебя, твоих детей завтра не выселят на улицу. Іздегенде табылатын қасымнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағынатын іздейтін, кім бар артық бала көңіл досымдан. Қазақстан көпұлтты мемлекет. Міне дәл осылай бір шаңырақ астында, бір дастархан басында әртүрлі ұлт өкілдері достығы жарасып, бейбітшілігі келісіп, отбасын құрып жатыр. Махаббат ұлтқа да, тілге де қарамайды. Ең бастысы сыйластық болса, береке мен бірлік болса болғаны. Ал асанау сүйейік.